Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабақта сіздер атақты математик, қоғам қайраткері Асқар Жұмаділдаевтың өмірімен және ол кісінің өмірге деген ұстанымы, қоғамда атқарған жұмыстарынан үлгі өнеге аласыздар. Дұрыс әрекет құндылығын тануда табандылықтың, ақылдылықтың қажет екенін сезінесіздер. Оқушылар, өмір жолын дұрыс таңдағанда ғана мәнді де маңызды өмір сүретінімізді түсіну үшін біз дәйексөзді алдық. Дәйексөз ретінде туғанына 175 жыл толған ойшыл ақын Абай Құнанбаевтың қанатты сөзін алдық. Барлығымыз бірге оқиық. Сенде бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалан. Түсіну үшін сұрақтарға жауап берейік. Ұлы ақын не айтқысы келеді? Дәйексөздің негізгі ойы неде? Кетігін табу дегенді қалай түсінесіздер? Балалар, мәнді де мағыналы өмір сүру үшін өз қолыңнан келетін іспен айналысу керек. Ал енді, құрметті оқушылар, сабағымызды ұғыну үшін, дұрыс әрекет құндылығының маңызын терең түсіну үшін, журналист Жұлдыз Әбділданың математик, қоғам қайраткері Асқар Жұмаділдаевтан алған сұхбатынан үзінді ұсынамын, тыңдаңыздар. Атақты математик, академик Асқар Жұмаділдаев Алматыдағы ең үздік физмат мектебінің түлегі. Асқар ағамызды бұл мектепке кезінде профессор, академик Орынбек Жәутіковтің өзі алдыртқан екен. 6-шы сыныпта оқып жүрген баланың еш қимналмастан 8-ші сыныптың есебін шығарғаны қайран қалдырса керек. Сонау Қызылорданың Шиелісінен келіп оқып, осында білім алып, кейін Мәскеу мемлекеттік университетін бітірген Асқар Жұмаділдаев бүгінде аңыз десек артық айтқанымыз емес. Қазақ балаларының математикаға бейімділігі туралы қазақ балаларының басқа балалардан ұтатын бір жері осы математика дейді атақты математик. Ол кісі мектепте оқып жүргенінде репетитор болып, мектептің 10 жылда үйреткен бір аптада үйрететін. Біраз жыл Германия, Италия, Швеция, Канада елдерінде қызмет еткен Асқар аға ағылшын, неміс, француз тілдерін біледі. Семинарларға барғанда математика туралы сөйлесе алады. Итальян, түрік тілдерін аздап біледі. Тіл деген құрал, қажет болса үйреніп аласың дейді атақты математик. Қоғам қайраткері Асқар Жұмаділдаев артыма қараған уақытта екі нәрсеге қуанам дейді. Мұның өз себебі бар екен. Ол жоғарғы кеңесте депутат болып жүргенде Қазақстан президенті кім болады деген мәселеге қазақ тілін білетін адам болу керек деген сөйлемге жетік білетін дегенді қосқан. Қазір осыған қуанамын дейді Асқар ағамыз. Ал екіншісі түлектерді шетелге оқуға жіберетін болашақ бағдарламасымен байланысты. Оның ұсынысы қабылданып, қаншама бала шет мемлекеттерде оқып жатыр. Міне соған қуанамын дейді Асқар ағамыз. Енді оқушылар, экранға назар аударыңыздар. Берілген сұрақтарға жауап беріңіздер. Әңгіме кейіпкерінің өз мақсатына жетуіне адамның адами қасиеттері қалай әсер етті деп ойлайсыздар? Атақты математиктің рухани адамгершілік қасиеттері өмірде қалай көрініс тапты? Мысал келтіре отырып әңгімелеңіздер. Күнделікті өмірде мәтінде аталған адамгершілік қасиеттерді басшылыққа аласыздар ма? Қалай? Өз бойларыңыздағы мүмкіндіктерді ашуға көмектескен жағдай болды ма? Берілген мүмкіндіктерді толығымен пайдаланып жүрсіздер ме? Оқушылар, қарап отырсаңыздар, әр адам өзінше жеке тұлға. Бойларыңыздағы қасиеттерді дамытып, болашаққа қойған мақсаттарыңызға жетуге тырысыңыздар. Сабағымыздың келесі кезеңі шығармашылық тапсырмаға арналады. Шығармашылық тапсырмалар сіздердің сабақтан алған білім-білік дағдыларыңызды және бойларыңыздағы адами қасиеттерді іс жүзіне асыруға көмектеседі. Бірінші тапсырманың мақсаты адам бойындағы қасиеттерді
портрет жасауға дұрыс орынды қолдана білуге үйретеді. Экранға назар аударыңыздар. Мақсат, бейімділік, зеректік, қызығушылық, сүйіспеншілік, ізгілік, мүмкіндік, болашақ, рухани, ізгілік, адамзат бақыты, зерттеу, өзін-өзі жетілдіру, мәнді өмір, адам болу деген сөздермен сөз тіркестерін пайдаланып, өмірі өнегелі, мағыналы тұлғаға мінездеме беріп, оның портретін жасаңыздар. Екінші тапсырма, өзіңіздің де, өзіңізді қоршаған адамдардың да уақытты дұрыс пайдаланып жүруін салыстырмалы түрде дәлелдеуге үйретеді. Мен уақытты дұрыс пайдаланып жүрмін бе? Тақырыбында айналаңыздағы адамдармен пікірлесіңіздер. Олардан сұхбат алыңыз, қорытынды жасаңыздар. Үшінші тапсырмада мәнге толы өмір тақырыбындағы түсінгендеріңізді қорытындылап, өз пікірлеріңізді дәлелдеуге үйренесіздер. Аяқталмаған тезис стратегиясы арқылы көп нүктенің орнына өз тұжырымдарыңызды жазыңыздар. Адам болу дегеніміз бұл өмірдегі ең басты нәрсе, қазіргі кезде өмір сүру мүмкін емес. Бос уақытым болса мен, адам бақытты болу үшін, нағыз тұлға болу үшін, мен сайын қуанамын. Адам үшін басты құндылық, мені әрқашан деген ойлар мазалайды. Жақсы өмір сүру дегеніміз бұл менің құрдастарым жобасын ары қарай жалғастырамыз. Жобаның негізгі мақсаты портрет дұрыс шығу үшін төмендегі сұрақтарға ойланып, терең жауап береміз. Және оқушылар, сіздер өз мендеріңізді жан-жақты талдап, жазып жатқандарыңызды ұмытпаңыздар. Абырой, өзінің қадір қасиетін сезіну сияқты ұғымдар сіз үшін нені білдіреді? Өзіңіз туралы бүкпесіз айта алатын адамды таптыңыз ба? Әлде сіз өзіңізді жалғыз санайсыз ба? Жалғыздықты сезінесіз бе? Құрметті оқушылар, сабағымызды қорытындылайтын уақытта келіп жетті. Сіздер бүгін мәнге толы өмір тақырыбында ең керекті мәліметтермен таныстыңыздар. Өмірге құштарлықтың сәулесін жағу әрқайсымыздың қолымыздан келеді. Осы мақсатқа жету үшін адами қасиеттерімізді ұмытпай сақтайық. Бүгінгі сабақтан алған рухани адамгершілік қасиеттерді жүрегімізде сақтап, өмірде пайдалана білейік. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.